Елордаға Жапон көктемі келді. Елордаға тағы да Жапон көктемі келді. Халықаралық өнер фестивалі елімізде 2011 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Биылғы концерт қазақстандық өнер майталмандарының қатысуымен өтті. Елордада сакура гүлдеп, бұлбұлдар шырқады. Нағыз жапондық көктемнің лебі есті. Жылдың осы бір мезгіліне арналған дәстүрлі өнер фестивалі осымен 6-шы жыл өтуде. Танымал әнші Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Сүндет Байғожин бұл концертте алғаш рет өнер көрсетпек. Бұған дейін ол Жапон күзі фестиваліне қатысқан. Сахналық серіктесі Альфия Каримовамен ертеңгі күн атты Жапон әнін бірге шырқады. Сондай-ақ Айсұлу операсынан өзінді орындады. Әсерлі әуенге толы кеште баритон дауысты әншіні көрермен төрттіктің құрамынан көрді. Көктем мерекесінің басты ерекшелігі де осы болды. Қазақ елі біз көп ұлтты мемлекетпіз, сол себептен осы фестивальдің жасалуы да сол себептен шығар. Өзіміздің көрермендеріміз осы елде тұратын келіп, осы концертте қандай шет елдің өнерлері бар, соны қандай әндері бар, қандай музыкасы бар, осында келіп көруге болады. Шетелге шықпай-ақ. Жапон мәдениетінің маусымын Дегдар қайырымдылық қоры ұйымдастырған. Жылына 2 рет өтетін кеш Жапон көктемі және Жапон күзі деп аталады. Концерттер Астана мен Алматыда өтеді. Астана опера сахнасында өткен шарада әлемге танымал жапон композиторы Джо Хисайшидің туындылары орындалды. Сонымен қатар қазақстандық авторлардың да шығармалары шырқалды. Музыка японская. Жапон музыкасы жанға жайлы, тіпті салмақты деуге келетін шығар, философияға толы. Сондықтан біз бағдарламаны тыңдарманға қызықты болатындай етіп таңдадық. Бұған дейінгі кештен айырмашылық бұл жолы жапон өлеңдері оқылады. Қызығы сол, күншығыс елінің өлеңдері 5 және 3 шумақтан тұрады. Көктемнің келгенін көрерменге сездіру үшін лирикалық жанрдағы жырлар тыңдалды. Бастысы орындаушылар өнерсүйер қауымды елітті, елжіретті. Ал сахнада сыңғырлаған скрипканың сазды үні көрермендерді Жапонияның алғызыл бақтарына жетеледі. Жапон көктемі фестивалі осыдан 6 жыл бұрын өтті. Содан бері өнерсүйер қауым әр концертті асыға күтеді. Себебі бұл кеш көрерменге жапон мәдениетімен жақын танысуға мүмкіндік сыйлайды. Камила Мәулен, мәдениетке саяхат, Астана.